Қыздар сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз ыдысымен қосып жейтін жаркойы дайындаймыз. Сондай жұмсақ, еті дегеніңіз тіспен шайнаудың керегі жоқ, ерніңізбен шайнайсыз. Сондай дәмді болып шығады. Ал соғы ішінде еттің өзінің соғы. Бір помидор қостым, өзінің соғы. Сондай дәмді болып шығады. Қыздар, кстати, каналға жазылып, кішкентай ғана қоңыраушаны баса кетіңіздер. Болашақта шығатын бірнеше видеоға куә бола аласыздар. Қазір қалай мына етті жұмсақ қылудың да способын айта өтемін осы 5 минуттық видеода. Ең бірінші 300 грамм ұнға 150 грамм тұздалған суды құямыз, және сонымен бірге 30 грамм сливочный май керек. Ал ішіндегі начинкасына не керек? Ет керек 250-300 грамм, одан кейін картоп керек 3-4, пияз керек 1, помидор керек, зелень керек, қара бұрыш керек, зира керек 1 шымшым, және тұз керек. Ал енді қамырды илеу процесін бастап кеттік. Мінекей, оны кішкене қасықпен араластырғаннан кейін столдың үстіне түсіріп алып, кішкене осылай қылып нетесіздер. Осылай қылып илейсіздер. Одан кейін целлофановый мешокпен жауып, кішкене бір 25-30 минутқа қоя тұрасыздар. Ал енді етті тураған кезде, кәдімгі үйде тамақ істейміз ғой, сол сияқты қылып етті турайсыздар. Одан кейін оның үстіне пияздың жартысын алып, сол етпен бірге мұжисыздар. От қалай әнеки ет жұмсақ болады. Оны мариновать етесіздер, осылай мінекей. Содан кейін бетін жауып қоя тұрасыздар. Картошканы турау процесі, мінекей осындай 4 бұрышты қылып турайсыздар, үлкендігін осындай қылып, етпен бірдей қылып, одан кейін қалған пиязбен бірге жаңағы начинканың үстіне саласыздар. Міне, осыдан кейін барып, зелень саласыздар осыдан кейін, одан кейін мынау тұз, бұрыш және зираны салып, араластырасыздар. Араластырып жіберіп, бетін жауып, қоя тұрасыздар. Бірден қамырдың ісіне кірісесіздер. Қамырды осылай есіп жіберіп, онан кейін турайсыздар. Кәдімгі үлкен бауырсақтың үлкеніндей қылып, турап, жаю процесіне кірісіп кетесіздер. Жайған кезде ол өте қатты қалың болмау керек, өте қатты жұқада болмау керек. Одан кейін жайып болғаннан соң сәл үлкендеу кесеге үстіне жауып, ортасын ыңғайлайсыздар. Кішкене осылай шыңғылдау қылып ыңғайлап, одан кейін бір подсолнечный масло, подсолнечный емес, сливочный масланы бір кусогын салып жібересіздер. Дөңгеленіп туралған қызанақты саласыздар. Одан кейін оның үстіне мынау начинканы саласыздар. Одан кейін жан-жағының бәрін гармошка сияқты жинап әкеп, ортасына әкеп, жабыстырасыздар. Соғы шығып кетпесін, жақсылап тұрып жабыстырыңыздар. Міне тура осылай. Жабыстырып болып, кесені кері төңкересіздер. Содан кейін кішкене домалатып жібересіздер. Жаңағы масло бар ғой, масломен қызанақ үстінде қалды. Түсіндіңіздер ғой. Содан кейін мынау қамырдан кішкене кесіп алып, осылай есесіздер дағы, жаңағы дайын болып тұрған жаркойының үстіне осылай қоясыздар. Одан кейін тағы да кішкене қамырдан кесіп алып, дөңгелетіп тең ортасына қоя саласыздар. Жұмыртқамен майлап, жұмыртқаны жағып, осылай қылып, сосын кейін пергамент қағаз салынған листқа осылай саласыздар. 4 болып шығады. Одан кейін 180-170 градус қызып тұрған пешке апарып, 1 сағатқа қойып қоясыздар. 1 сағаттан кейін сондай мінекей дәмді, біреуіне 1 адам тояды. Мінекей осылай болып біздің жаркойымыз, ыдысымен қосып жейтін жаркойымыз дайын болады. Сондай дәмді қыздар жасап көріңіздер. Өте жақсы, өкінбейсіздер. Мінекей жұмсақ, сочный. Қыздар, каналға жазылып, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Кстати, менің каналымда ең қатты етті жұмсарту способы да бар. Сондай бір пайдалы кеңестер де бар. Неше түрлі тағамдардың, әр түрлі ұлттардың тағамдарының рецептері де бар сол жерде. Мінекей жұмсақ тестасы. Қыздар, давайте, пока!